Амансыздар ма, құрметті оқырмандар, каналыма қош келдіңіздер. Қазақ тіл каналының дамуына үлес қосып жатқан әрбір жанға алғысым шексіз. Амандық пен жақсылықта болайық. Тірліктің қамын уайымдай берме, уайымшыл болсаң нең қалар? Қаңқу сөз айтқан тобырға ерме, өз ойың болған жөн болар. Көңілшек болып, көндіге берме, көнбістер қуға жем болар. Көрінген жанға өзіңдей сенбе, сенімге кіріп сол жығар. Бақ байлығыңды мәңгідей көрме, бір күні қолдан ол да ұшар. Тағдырға жазған өкпелей берме, жақсылық алдан күт тосар. Пендені қалқам аштығы емес, тоқтығы дұшпан сол бозар. Жалғанда мына бәрі де елес, 5 күн дегені сол шығар. Өмір кітап секілді, әр парағы ашылған сайын азайып барады. Сондықтан ағайын, әр күніңді бағалап, жақсы өмір сүр. Өмірлеріңіз мәнді де сәнді болсын. Неғұрлым Құдайды жоғары деп, биік деп, ұлық деп ұқса, соғұрлым жақсырақ танымақшы. Жақсырақ таныған сайын Құдайға жақынырақ болмақшы. Жақын болуының мағынасы рахметін көріп, рахымды болмақ. Мейірбандығын көріп, мейірімді болмақ. Сауап ең ақырғы пайғамбар Мұхаммед жолында. Қартаю тауға шыққан сияқты. Көтерілген сайын шаршайсың, тынысыңыз тарылады, бірақ көру өрісіңіз кеңейеді. Алла баршамызға көрегендік пен әдемі қартаюды нәсіп етсін. Сұлу әйелдің күйеуі өмір бойы қарауыл болып өтеді. Адам бойындағы рухани кедейлік іштарлық пен көре алмаушылыққа алып барады. Ал рухани байлық өзгелердің бойындағы асыл қасиетке, адамгершілік пен сүйсіне қарау, бағалау, үлгі алу мәдениетіне алып барады. Уақыт дейтін тұлпар бар, тоқтамастан шабатын, арман деген сұңқар бар, кеңге жайған қанатын. Бақ деген бір жұлдыз бар, кез келгенге қонбайтын. Байлық деген бір мұз бар, қолыңда мәңгі болмайтын. Мансап деген төбе бар, екінің бірі шықпайтын. Сабырлық деген кеме бар, ағынмен бірге ықпайтын. Пейіл деген алаң бар, тарылып кейде қалатын. Сезім деген алау бар, жүректе ғана жанатын. Азғындық дейтін қауым бар, шайтанның сөзін ұғатын.